Бұл конверттегі барлық ақпарат анонимді түрде сақталған. Қорқынышты ештеңе жоқ деп сенеміз. Бірақ сонда да жалғыз қалмаңыз. Кешіріңіз, мына менің конвертім емес пе? Дина, ашып қарадыңыз ба? Кешіріңіз, сіздікі екенін білмедім. Не деп жазылып тұр? Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Екеуміздің конвертіміздің ауысып біткені болмаса, біз бір-бірімізге ешкім емеспіз. Давай екеумізді ойнайық. Шарттар қиын емес. Бір-бірімізге тапсырма береміз. Тапсырма орындалмай, келесі тапсырма беріп маған. Мен сенімен ешқандай ойын ойнамаймын, ұқтың ба? Өзіңнің бұрынғы скучный өміріңе қайтадан барғың келіп тұр ма? Соңғы күндердің қалай өткенін білмей қалғансың ғой. Онда анау-мынау деген әңгімелерің болмасын. Түсінбедім. Интим жайлы ойлама. И никакой махаббат. Жоқ, айтсашы енді, сен мені кінәлап тұрсың ба? Сен тек өзіңді қарақан басын ойлап қалған эгоистсің. Осы ма сенің естігің келгені? Сен всегда өз дегенін істеп үйреніп қалған адамсың. Айдара, мен емделмеймін. Ал сен еміңді тастама. Кешегі тапсырған анализдеріңіздің нәтижесі келді. Сіздің аяғыңыз ауыр. Емді жалғастыру үшін баланы алдырып тастау керек. Мен енді не істеуім керек? Көмектесші маған. Мен сонда қайсыны таңдауым керек? Шыға беріңіздер. Ма, байқап, қайтер мұз. Байқап жүріңіздер. Давайте, я помогу. Бұл бақыттың жайында сырласымен айтылды. Қарағай мен қайыңдай қатар тұрып жайқалды. Байқаңыз. Кіре беріңіздер. Кіріңіз ата. Байқаңыз. Ішке кіріп жайғаса беріңіздер. Қазір жүреміз. Жолдан бұлай тұршы. Аварийный дейсің. Қай жері құлайды мұның? 3 жыл болды осы қарттар үйінде тұрғаныма. Енді таулы жерде тұр. Құдай сақтасын, жер сілкінісі болып қалса, біз сіздердің амандықтарыңызды ойлағаннан кейін көшірейін деп жатырмыз. Мен емес, акимат солай шешті. Қойшы, акиматымен бірге құрып кетпейсің бе? Бұлай тұр. Жәнібек тұр, орын бер маған. Хамит ата, әкеңіз. Нұрлыбек балам, сен ана кемпірдің сөздеріне мән берме, жарай ма, ренжіме. Ол өзі аузына келгенін оттай береді. Оған мен ғана шыдай аламын. Рахмет саған, ризамыз. Сен біздің жағдайымызды ойлап жатырсың ғой. Ризамыз балам. Рахмет, Хамит ата. Міне Хамит атадай болу керек қой, үйреніңіздер. Жақсы ата. Байқаңыз. Жолдарыңыз болсын. Сол жақта кездесеміз. Жүре беріңіздер. Жақсы. Алға қара.
болдық, они выиграют. Біз зато ара екеуміз көктерге жанкерміз. Қызылдар жеңеді, көресіңдер. Көктер жеңеді. Тыныш. Сұламай көріңдерші. Сіздер біздің толағай отбасылық бағдарламасына қатысқыларыңыз келсе, төменде тұрған нөмірге хабарласыңыздар. Біз сіздерді міндетті түрде күтетін. Сіздермен бірге болған Саламатсыз ба? Сіз толағай бағдарламасына хабарластыңыз. Сәлеметсіз бе? Мен де толағайға қатысайын деп едім. Иә, бізде әр жексенбі сайын съемка болады. Әрине қатыса аласыз. Папа мен мама қасында ма? Солармен сөйлесейін. Алло, мама бар ма үйде? Ал, қош келдіңіздер мына балалар үйіне. Адам қартайған... Қараңдар, бізді алып кетуге мама мен папалар келді. Ура! Қуаныштымын. Бізді алып кетеді. Біз қалмаймыз. Ура! Аллақай! Жартас шығар. Ne oldu bakalım? Sonunda biz Geltom'un ballarıyla birlikte turamız da. Қайта іштеріңіз піспайды. Балалы үй, базар дейді. Ауасын қараңызшы, қандай керемет. Ғимараттың мәселесі шешілгенше осында. Уақытша. Төрлетіңіз. Қош келдіңіздер, аға. Әу, бұлар біздің ата-аналарымыз емес. Қарасыңдар, өздері де осында тұруға келіп тұр ғой. Все, тараңдар давай. Ой, аға, папа мен мама шығар десем, солармен мұны толағайға қатысатын едік, я аға? Я, Иман, ол кеткі. Азада қайттан жұмысқа келесің. Өзің жағалай бар, дұрыс па? Білемін ғой. Күте тұршы қазір. Салған, қызық. Әкел телефон, не істеп жатсың? Не істеп сендер? Бір рет химия алсам болды деп едің ғой, не болды мынау? Күннен күнге демаламай бара жатырмын ғой мен. Сенде 4-ші стадиядағы рак. Әлі 3 химия алу керек. Максты көрдің ғой, 4-еуін түгел алды. Нормально. И вообще-то сен оплатаң төленбей тоқтап тұр. Әйеліңе звондаймыз, телефон көтермейді. Сонда не? Ақша төлемес емдемейсіңдер ма? Біз сен өз қаражатымызға емдеп жатырмыз. Соған да рахмет айт. Сен бізге білесің ба, былай қарысың, былай. Сука. Не істеп жатсың, өте аз уақыт қалды ғой, қарасаңшы. Ақшанды ойла. Ассалаумағалейкум, аталар. Алейкумассалам. Есімім Батыр. Осы жердің тәртібіне қарайтын бала боламын. Егер де көмегіміз керек болып жатса, айтыңыздар. Біз осы жердегі тесік, месік бәрін білеміз. Тіпті туылғаннан бері осында жүргендер де бар. Бар біретшікке атларға барып шай алып келсей бар. Ой, бәрекелді, рахмет балам. Өркенің өссін. Әумин. Неғо аталар? Бізде шахмат ойнасақ болады ма? Бірақ та тегін емес. Бұл өмірде қазір тегін ештеңке қалмады ғой. Мынау таза күміс. Сендер анау тұрған сағатпен сақинаны тіксеңдер болады. Ойнайсыздар ма? Балам, сендерге бізбен ойнауға әлі ертелеу. Сендер одында анау сыртқа шығып, қармен ойнасыңдаршы. Ата, біз сізге кішкентай боламыз ба қармен ойнайтын? Есіңізде болсын. Балалар үйіне кірген бала уже бала емес. Бала болмайды да. Біз сразу өсіп кетеміз. Короче, мен шахмат ойнай алмаймын. Қарындасым ойнайды. Сәлеметсіздер ме? Ой, сәлемат бол, ойнамайын. Жарайды, балалар. Бізге кедергі жасамаңдар, барыңдар. Шалдар, ойнандар ана қызбен. Бізге соперник жоқ деп мақтанасыңдар, көрейік та. Базар жоқ, апа.
өмірсізді мужик қыз жүрген сияқты ғой, а? Мен ошақтың смотрящий, ал сіз мына қарттардың смотрящийсіз ау? Точно. Ендеше аталар, Айманға орын беріңдер. Ай, кел қызым. Мына менің орныма отыр. Что там не болды? Кім еді мынау? Это же Макс. После 5-й процедуры химии. Походу, сердце не выдержало. Во сне умер. Сонда ана документтер тап-таза болып шықты ма? Әрине таза. Таза болмаса істемейсің ғой. Білесің ғой мен қалай жұмыс істейтінімді. Ал ана қарттар үйі реально сондай баға өтті ме? Ол былай тұрсын, ақшаны наличкамен әкеліп тастады ғой. Менің клиенттерім непростые люди. О, сен қарттар бір ай тұра тұрсын. Максимум бір ай. Бір айдан кейін шешеміз. Нұреке, мынау сәл аздау емес па? Сәбит, сен мұнан асынып тұрсың ба? Жоқ, енді өзім емес болса, қарттарға койка жетпейді. Койка жетпесе, жерге салып бере сал. Проблема создавать етпеш. Мен сол кемпір шал үшін басында ауыртпайтын шығарсың. Ол кімге керек дейсің олар? Керек болса балаларына алып кетпей ме осы кезге дейін? Нұреке, айтқанда бір шаруа болып тұр сізге. Не шаруа? Маған да осындай жирный клиент тауып беріңізші. Жай болғанда енді көріп тұрсыз ғой, мына детдомның қандай жерде орналасқан. Таудың ортасында таза ауа, табиғат деген керемет. Енді аналардың тұратын жер емес қой. 1 миллиард қойса бөлісеміз ғой. Сәбит. Ау. Сонда сен жетімдерді үйсіз қалдырайын деп тұрсың ба? Кім? Қалай? Ойнап айтам. Уайымдама, табамыз, клиенттер жетеді. Бар ма? Онда жүгіп жүрмейміз, қазір. Тұрмыз ғой күтіп. Қазір. Сумандап өтірік айтатын ұнамайтын еді. Апа, сізді қарттардың смотрящий ғой деп, сразу сізге айтайын дедім. Дұрыс, мен оларға әлі көрсетем. Бұл мүмкін емес бұл. Нұрлыбек ондай адам емес еді ғой ол. Жұмада мешітке баратын. Қойшой, сен аңқиып бәріне риза болып жүресің. Олар біздің ешкіміміз жоқ екенін пайдаланып отыр. Ешкім артынан іздемейді. Ана жоғары жақта сөздерді сөйлейтін ешкім жоқ, тірегі жоқ деп көрсетем. Онда былай етейік. Ана өткендегідей телевидение шақырайық. Бүкіл Қазақстанға көрсетейік, Жоқ, бірден акиматқа кетеміз.
айман кеттік. Сол кезде ана прокуратуранда сотта қимылдай бастайды. Қарашы өздерің. Бізде осылай шум көтербесек, ешкім қозғалмайды. Иә, дұрыс айтасың, Күләш, дұрыс. Ай, Күләш апа. Айғай шудан шаршаған жоқсыз ба? Я сәл сабырлық сақтайық. Ей, сабырмен құрып кетші. Тұра тұрыңыздаршы. Мына мәселені айғай шусыз-ақ шешейікші, өтінем. Бала біздің әңгімемізді дұрыс түсінбей қалған. Жоқ, мен барлығын дұрыс естідім. Сен ешо анаған бір конверт бердің, іші толған ақша. Хамид ата, тыңдаңыздаршы. Біз ешкімнен ақша алған жоқпыз, қарттар үйін сатқан жоқпыз, керісінше ремонт жасауға спонсор таптық. Олар адам тұруға қолайлығып жасап береді, болды. Қайтадан көшіп барамыз. Айтшы енді. Я, сол спонсорларыңыз біздің детдомды да ремонттауға ақша берді ғой маған. Ай, аузың қисаймай өтірік айтасың, ә? Бірден әкімге кеттік. Тура! Тыңда мені. Сен бұл жерден аяқ аттап баспайсың. Керек десең өміріңнің соңына дейін осында боласың, түсіндің бе? Мен сендер далада қалмасын деп шырылдап әркімнен ақша сұрап жүргенде рахметтерің осы ма? Бала, жай сөйле. Ана балаларды қорқытасың ғой. Басым қатырма, шал. Сәбит, қамап тастам мыналарды. Болды. Жақсылық түсінбейтін имансыз адам екенсіңдер. Кімді қамағыларың келеді? Не сен жынтысың ба? Нүреке! Тұрш! Анасың ба Нүреке? Ақын! Байғаш! Тартам да! Ұста деймін ала. Ұсталылар ма? Хамид! Аш ананы! Жүрегім ай, көмектесе көр балам. Ана, медпунктта дәрігер бар, шақырып жеш. Ай, жүрегім, өлетін болдым, тез. Шығындар, тез. Мініңдер, көрдің бе қандай машина алған? Сонда біреудің машинасын ұрлап мініп кете береміз бе? Әрине, біздің ақша қалған ғой. Отыр. Тез. Тупой. Сен сол кемпірге алданып қалып жүрсің ба? Жүрегім деп қиналды ғой, қайдан білейін. Ой, бля, Күләш деген нағыз актриса ғой. Қалай сеніп жүрсің оған? Багажникте ақша болған білдің ғой. Кіртіңді бер. Бол тез. Ақшасы қайтушы болма, түсіндің бе? Кет бер. Сонда ақша машинада кетті ма? Тағы адамдар шақыршы. Бол тез. Күләш, мен түсінбедім. Аналар сонда бізді қамақ қойғылары келді ме? Түрме сияқты? Конечно. Әкімге барамыз. Прокуратура сот демек дірілдеп қойды ғой. Мен ойнатты олар. Апа, сіз деген нағыз актриса екенсіз ғой. Жүрегім, деген кезде мен сеніп қалдым ғой. Өмір бойы театрда актриса болғам. 40 жыл өмірімді соған арнағам. Театр, сахна деп жүріп, жеке өз басымды ойламаппын. Енді міне, не квартира, атақ жоқ. Бай мен, бала да жоқ. Ал мен бар ғой, қанша жыл көлік жөндесем де, мынандай джипті бірінші рет айдап тұрмын де. Тартысы керемет екен. Газды сәл бассаң болды, кете береді ғой. Жай айда.
көзің нашар емес пе? Қорқпа, сен уайымдама, мен деген машинаны бір қолмен өйдей берем ғой. Апамның өлген сияқты ғой. Айттым жай айда деп, енді сотталасың. Мен жай келе жаттым ғой, өзі ғой жүгіріп шыққан. Бір қолмен айтайын, ойбай дегеніңіз қайда? Енді не істейміз, а? Так, бізді ешкім көрген жоқ. Орманға лақтырамыз. Апа! Көрсетемін саған қазір лақтырғанды. Амансың ба, тірекесің ғой. Тұра ғой. Әй балам, мен сені орманға емес, машинаға лақтырайық. Больницаға апарайық деп айтып келген. Иә. Өзің аман екенсің ғой. Ешерің сынған жоқ қой, иә? Мына көзі құрғырды емдету керек етеді. Сен арыз жазбай-ақ қойшы, шәрім. Иә. Түріне қарасам, терпелем сияқты ғой. Жазбайды-ау. Короче, жестко попали. Сендер шал кемпір болсаң, артық нәрсе айтпай қойын. Но мен точкаға дейін апарасыздар, неше не знаю. Болды. Қалаған жеріне апарамыз. Қалаған жерге апарамыз. Былай тұр сумкадан. Сумканы аузын жапты, машина артын сашы. Болды, қазір. Иә. Салам. Сука, қозғалмаңдар, блядь! Мағым тағы шлангымен жүрген. Тихо. Стоять! Шыңдар бұл айтқаны. Көрсетем, мен саған жалғалдырмын. Спокойно машинаны айдап кетем деп ойладыңдар ма не? А? Көрсетем, мен саған қазір. Бірінші сені өлтіремін. Шулай алға! Бол! Жүріңдер орманға. Блин, қайдан айын бөледі? Қайдан? Bismillah. Böyle bir sumka mı? Әй, боқтама. Biz bayımız ба? Все, салындар давай. Салындар, кеттік мына жерден бол тез. Кеттік. Все, аузына. Все, кет, бол тез. Екеуің менімен жүресіңдер. Сен осында қал. Все, Бірдеңе болса хабарласып отырасың. жарайды ана. Жақсы. Все. Осы жерге қалдырамыз машинаны. Әй, қалай қалдырамыз, а? Одан да осымен бірден акиматқа бармаймыз ба? И вообще кімсің, ей? Командовать ететіндей. Қалай кімсің? Жаңағына сендерді өлімнен аман алып қалған жоқпын ба? Мен болмасам жататын едіңдер орманда қатып үсіп. Еще олар сендерді іздеп жүр. Мен де из-за вас. Бір сөмке уликамыз бар. Әкімге көрсетеміз. Ты чё, в натуре тупая, что ли? Олардың қолдарында ақша бар. Значит, қолдары ұзын. У них все схвачено. Сала соны орнына. Өзің ақшаларың сияқты. Түгел сал. Салам. Егер біз машинамен трассаға шықсақ, олар бізді камерадан көріп ұстап алады. Как ты не понимаешь? Айт. Мен не айтам, Күлаша, оның айтып тұрғаны дұрыс сияқты ғой. Олар уже бізді іздеп жатыр. Короче, тірі қалғыларың келсе, мен айтқанын тыңдайсыңдар. Ей балам, не болды? Балам, саған аздап дем алып алу керек сияқты ғой. Дем алуға бір грамм уақыт жоқ. Балам салған сумканы алып шық, мына жақтан кетейік тезірек. Жарайды, кетейік. Еркек емес. Ес. Еш нәрсе айта алмайды. Сорлы немес сол. Осыны да еркек дейді ғой.
Аналар қайда? Білмеймін. В смысле білмеймін? Ишак. Аналар сені алдап кеткені бұлай тұрсын, енді кемпір шалдан таяқ жеу қалды ма? Біле, олар емес ұрған. Енді кім? Білмеймін, қасында біреу бар. Қолында балон бар. Чё за балон? Кәдімгі кислородный балон. Сонда сендер детдомский, мыналар қарттар үйінен да бір-бірлеріне қосқан ғой, типа андай семья қылып. Ну, мыналарға ата-ана керек, сендерге бала керек. Ничего себе придумали, да? Базара нет. Сонда қалай бұл? Мемлекеттің программасы ма? Бір-бірлеріне көмектесін деп? Жоға, ешқандай программа жоқ. Бұлай кездейсоқ солай болып қалды енді. Анау жемқорлардың арқасында. Жемқорлардың да бір пайдасы тиді ау. Әй, мынаумен жүргеніне көп болды ма? Семьян бар ма өзі? Бар ғой. Бір жылдай болды. Семья бар. Сол семьяға бара жатырмын больницадан шығып. Енді больницадан шықсаң, семьяң өздері күтіп алмады ма? Олар білмейді ғой мен больницадан шыққанымды. Сюрприз болсын деп бара жатырмын. Жақсы екен, сюрприз болса. Қанша болды, Айман? Мұнда 200 пачка. 200 пачка. Әрқайсысы $10,000-дан $2 миллион. 1 миллиард қой сонда. Қайта салып қояйық. Иә. Акиматқа береміз, телевидение шақырамыз, бәріне көрсетеміз. Апа, өзіме кішкене алсам бола ма? Жоқ, болмайды. Бұл дәлел. Ол ақшаны не істейін деп едің, қызым? Өзіме ата-ана сатып алайын дегенім ғой. Сосын Толағай отбасылық жарысқа қатысамыз. Батыр аға айтты, қазіргі заманда барлығы сатылады деді. Батыр ағаң дұрыс айтады. Все, ұйықтайық. Ертең көп жол жүреміз керек. Спать. Иә. Var mı? Сука, стейгер, блядь! Топай оралмаңдар ма? Бол, блядь!
Алло. Ана баллонмен жүрген бар ғой? Сол өте опасный преступник екен. ОПГ-да болған ба, бұрын бандит па, сондай бір біреу болыпты. Смертельный болезньға байланысты ертерек түрмеден шығарыпты. В общем, соны бірінші өлтіріңдер. Қазір суретін жіберем. Так, осы жерден такси ұстап қалаға жетіп аламыз. Апа, басты кетірмеші сен. Олардың адамдар жан-жақта жүргіз біздің. Ешкімге сені көрмейді. Сонда саған ғана сені көрек екен ғой, я? Басқа вариант жоқ сендерде. Так, шал, сен өмір бақи машина жөндетмедің ғой, я? Иә. Қазір онда былай істейсің. Мына жерден бір арзанда машина сатып аласың. Неполеонный. Сонымен қалаға дейін жетеміз. Так будет лучше. Күләш, сен маған ақша берің. Қызыл түсті жақсы көремін. Құртқандай ғой. Аға, мен алдыға отырайыншы. Екеуіз бірге отырамыз ғой. Мұнда екеуіміз сиямыз ғой. Өте күшті машина. Американский. Іші кең. Барлығымыз спокойно сиямыз. Бірақ анау ішіндегі заттарды алу керек енді. Яны. Мыналар не? Анау машинаны сатқан шал ұсты екен. Ана ағаштан анау мынау жасайды екен де. Мен ана машинаның егесі құнын бергенеге қуанып кетіп, бәрін ала бер деді ғой. Керек болмаса, қазір алып тастаймыз бәрін. Ата, мына домбыра мен алып қалайыншы? Ала ғой, балам, ала ғой. Мына гробта қалсын. Оны не істейсің ғой? Түріне қарасай, жерлегенде өзіне керек болады деп тұр ғой. Сенген бірдің аузынан бір жақсы шықпады ғой дер. Жарай, жамандық шақырмайық. Қазір тастаймыз барлық. Мына шырын бұрын бәрін тастайық. Батыр, кел көмектес. Бұл. Кел, балам. Гроб қалсын. Давай, жап. Вот. Осылай. Непалева. Гробты алып ешкім тексермейді. Базар жоқ. Не деген, мы сен? Талай ақша тығып жүрген пәлесін ғой өзі. Кім боп істегенсің? Банкте істеген, банкте. Бол, отырсаңдар сен тез. Бол. Айман отыр. Бля, шалма машинаны сатып алған. Мұнтылдамашы. Я шал. Кемпір болды ма? Қасында екі кішкентай бала болды ма? Білмеймін. Мынау болды ма? Болды. Қандай машина саттың? Форд. Цветі қандай? Қызыл. Нұреке, мұлар ақшаны спокойно жойып жүр. Қазір осы жолмен ана үлкен трассаға шығамыз. Соңыздан бір сағаттың ішінде әкімдікке жетіп барамыз. Мынау қарттар менен жетім балалардың ақшасы деп қолдарына тапсырамыз. Сонда бізден журналистер камераға түсіреді ғой. Біз деген былай герой болып тұрамыз ғой. Сол кезде маған атақ пен медаль беретін шығар, Саған екеуін беру керек, түйші. Біз 1 миллиард ақшаны апарып береміз ғой. Ата маған не береді? Саған ба? Я. Саған 5 медаль береді. Күшті ғой ата. Ата маған не береді? Саған да 5 медаль. Ол маған медаль керек емес. Маған ақшасын берсе болды. Оны не істейсің оны? Бизнес ашу ма? Бизнес? Бай, солай, бай ол. Не болдай? Гроб қайда? Гроб қайда? Гроб қайда? Ұйықтап кеттім ғой мен. Құлап қалды ғой деймін. Мына шалға бүкіл яман ұстап. Қайда қарадың? Мен ешқандай яман ұстаған жоқпын. Не деп отыр мынау? Қайда қалады енді? Мынау. Қалай қылсын? Ой, бля. Сука.
байқап жүр дедім саған. Байқабақ келе жатырмын ғой. Жолда ешқандай ямы жоқ, ұстағаным жоқ. Қалай түсіп кетті ол, а? Кетші. Байқа. Опа. Ақырын. Мұз жарылып жатыр екен, артқа. Так. Батыр, сенің весің аз ғой. Ана жерден барып көрші. Қайт. Байқа. Енді не істейміз? Көктемді күтейік. Мұз ерейтін шығар. Я, Иман, тура осылай. Асықпа. Ағай, точно тірі келемін ғой, я? Болмайтын ақша үшін 7 жасында өліп кетпейтін шығармын. Итақта мұны өмірде біраз қиындық көріп келе жатырмын. Конечно, тірі келесің. Сен түзу жүре бер, асықпа тоқа. Братан, сен менен рұқсат сұрамайсың ба не? Менде Айманнан басқа ешкім жоқ қой. Әкем де, шешем де осы қыз. Көріп тұрсың ғой, Айманның весін ғана көтеріп тұрғымыз. Осыдан Айманға бірдеңке болсын, анаушылаған кесіп кетем, маған бәрі. Ұста жіпті. Ұстаймын. Аға, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Бірақ менде бір условия бар. Қандай условия? Воскресенье күні толағай болады. Барлығымыз семья болып қатысамыз. Не дейді? Толағайға қатысамыз. Анау әке шешесі балаларымен қосылып жарысасын ше. Я. Семья болып па? Я, қатысамыз. Қатысамыз. Жеңеміз. Чемпион боламыз. Ал енді астынан байла. Осылай, Тарт. Үстіне отырып ал. Тартыңдар. Кәне. Ақырын. Байқа. Айман, сен бар ғой, еш нәрседен қорқпайтын батыр қыз екенсің. Соны айтам. Айман болмаса, ақшасыз қалатын түріміз бар. Әй, молодесі. Апам гробты өзім ұстап отырмын, айындамаңыз. Оппо. Енді не істейміз, а? Әлде, қашып кетейік ба? Мынау ешқайқа қашамайсың. Ұстап алады ма? Мынаны ал. Қолдарына бері сөйлес. Гробты көрмейтін болсын, дұрыстап сөйлес. Жарайды. Қалайсың балам? Сержант Ақмахан, құжаттарыңыз бола ма? Құжат дегенде не ғой енді? Анау, мына басы дым миы қалмаған ғой. Үйде ұмытып кеттім балам. Қызықсыз, басыңыздың ағылып кетпейсіз. Багаж ашыңыз тексерейік. Не, балам, бұлай келсейік те, а? Келіскеніз багажды ашыңыз деймін тексерейік. Енді қазақтың боларсыңдар ғой, енді бұлай келісіп деген. Ада қазақша түсінесіз ба? Багажды ашыңызшы, тексерейік. Жарайды, ашайын. Ал. Мынау не тағы? Ойбай-ай, енді қайттым. Амал қанша Құдайдың жазғаны ғой. Келінім қайтыс болды. Мына 2 бала жетім қалды. Ана балам ауру. Кислородсыз өмір сүре алмайды. Әйелі қайтыс болды. Наташам-ай! Наташам! Иманды болсын. Не, келін орыс еді ғой. Соның ана әке шешесінің қасына, яғни құдалардың қасына кладбищеге апара жатырмыз. Иә,
Иә. Мына жақтағы зияратқа ма? Иә. Онда жүріңіздер, апа. Сопровождать етіп апарып шығасыздар. Өзіміз барамыз. Ата, апа, жер тайғақ көріп тұрсыздар, әрең жүріп келе жатсыздар. Оның үстіне балалар жетім, ана балаңыз әрең демалып отыр. Бізден де бір көмек болсын. Жүріңіздер, артымыздан еріп отырыңыздар, апарып тастаймыз. Болды, кеттік. Бастарын істейме сендердің. Не істедіңдер сендер? Енді ақшаны алмады ғой енді. Натури қарттар үйіне барып түсетін адам екенсіңдер. Отыр тез. Мен саған адам сияқты сөйлес дедім ғой. Балалар, рахмет енді. Ары қарай өзіміз кіргіземіз ғой. Иә, несіне әуре боласыңдар? Апа ештеңе етпейді, сауап қой. Жігіттер, бұл жерде сауап жазылмайды ау. Бауырым, мәселе сауапты емес. Орысша бірдеңе жазылады шығар, қайдан білесің? Біз көмектеспесек, кім көмектеседі сіздер айтыңыздар, а? Так что бастадық па? Бітірейік. Кеттік жүр. Апа, дұрыс келе жатырмыз ба? Иә, тура ғой жаным, тура. Шай жетін істеп қойыпты. Мужики, все, нормально, достаточно. Сегодня, что ли? Нам сказали завтра. Не, сегодня. Они ошиблись. Этого только что похоронили. Про второго нам ничего не сказали. А, да? Чё? Ну ладно. Я тебя понял. Короче, ребят, вам большой рахмет. Как говорится, дала сук. Идите домой. Опа. Все. Рахмет, брат. Лопату оставьте. А, лопату? 2 оставим, брат. Давай. Давай, магазин, братан. Жена, что там кушать готовит? Давай. Все, рахмет, коп, брат. Что делать? Ой, рахмет, балаларым, рахмет. Иә, енді ары қарай өзіміз көмеміз ғой. Қалай көмесіз, ата? Жер қатқақ, мұның бәрін қалай көмесіз айтыңызшы? Өзіміз көмектесеміз, өзіміз жасаймыз. Әкел күрек. Иә, бізді пайдаланып қалсаңыздар. Не үшін соны айтам? Мынау сияқты добрый политический рух. Оу, не жештеңіз. Рахмет, балалар. Алла разы болсын. Енді, балам, сөйлесіп, келіншегімен қоштасын. Жарайды онда. Аман болыңыздар. Бекен болыңыздар. Жақсылық. Рахмет. Сау болыңыздар. Тойға келейік. Не қылып тұрсыңдар қазындар? Тез. Иә. Күләш, қассаң сен не қылып тұрсың енді? Бас киімім қап кетіпті.
Не істеп жатсыздар? Ана, Наташамен болсын, бері қаратып қойыппыз. Негізі құбылаға қарау керек екен ғой. Иә. Қайтадан қазып жатырмыз. Ой, бірден айтпайсыздар ма сөйтіп? Қызықсыздар, а? Адам değil. Ей, Серік! Жақсы, сау болыңыздар енді, аман есен. Рахмет сендерге, рахмет. Жетіп болыңыздар. Көп жасаңдар. Жолдарың болсын. Иә, рахмет, рахмет. Ай, оқас жоқ. Өмірлерің ұзақ болсын. Апа, жақсы сал. Жолдарыңыз болсын, әуелеп жүріңіз. Сау болыңыз. Жақсы. Рахмет. Аналар неге менттермен жүрген, Тық қойшы анау. Бізге артық проблема керек емес. Ал бауырым, сен дос балапандар үшін өмір сүресің. Ауырма, жазылып бітті. Біз жүрдік. Брат, не ғой? Батша таңнан кешке дейін көлік айдап жүрді. Сол жолда ұйықтап қаламын деп қорқып отырмын. Қалаға дейін жетіп тастайсың. Менттерға ақшаны беріп қойдым екен. Ана ауру сен сияқты тупой емес шығар. Явно бір ойлағаны бар ғой. Ай, тут что-то не так. Біз тек трассаға қараймыз ғой, патруль етеміз сол жақты. Енді Қаланың кіре берісіне жеткізіп тастайын. болады. Оған не атам демал болсын. Иә. Кілт қайда? Машинеде. Механика ғой. Иә. Сека, онда алда жүріп отыр. Қалаға кіре берісіне жеткізіп тастайық. Кет. Есің дұрыс па сенің? Не қойып тұрсың? Бұлардан айран құтылдық қой. Қарасаңдаршы. Бізді аңдып отыр. Тез отырыңдар. Иә. Отыр. Артынан жүріп отыр, бірақ тақалма жарай ма? Болсын. Жақсы ондаға, демал болдыңыз ғой. Жақсы. Жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Рахмет, айналайын. Аман болыңдар, жолдарың болсын өздеріңде. Халыққа өстіп қызмет ете беріңдер. Тезірек кетейік барып, қақшан қазып алайық. Жүрмер тезізін. Бол. Не сыртыңсыздар? Тоқта! Бол тез! Не істеп тұрсыңдар? Астырайсыңдар ма балонды? Сен не істеп тұрсың? Айбан, барыңыз жақсы ма? Болды. Қазір енді барып, ақшаны қазып аламыз да, бірден әкімге кетеміз. Шиго, баландарды аш тез. Блядь, тоқтат машинаны! Не болып қалды? Ағай, не болды? Оқтар баллондарға тиген. Братан, не болады? Ағай, не болады? Сука. Короче, былай істейсіңдер. Ақшаны қазып аласыңдар. Содан кейін мені сол жерге жерлеп кетесіңдер. Габан, не айтып отырсың өзің? Шал, қазір жарты сағаттан кейін мен
кислородым аяқталады. Не дейді? Бітеді. Сосын маған қана. Сені бір-ақ нәрсе өтінемін. Иә. Мен адам сияқты Құран оқып жүргендер. Түсінікті ма? Мен Құранның сөзін жатқа білмеймін ғой. Қалай білмейсің? Қалай шал болып жүрсің сен? Осы уақытқа дейін бір сүре жаттамағансың ба? Осы уақытқа дейін тілек айта бергенше бір Құранның сүресін жаттап алмадың ба? Габа, мұндай баландарды табамыз. Табамыз балам. Қайдан айты? Алдың бұларды. Айт! Ей, Габа, ұйықтама. Табамыз баламды, Габа. Жақсы түсіндім. Рахмет. Давай. Аналар қалаға кірмепті. Яғни осы төңіректерде жүрген шығар. Біле, онда мұна периметрді бір айналып шығайық. Болдың ба? Кеттік. Ұйықтама, қазір міне! Міне келді! Габа! Кәне! Габа! Братан, шыда! Ай! Кәне! Жүр! Шыда, Габа. Кәне! Шыда. Габа! Кел, көріш. Шыда! Братан, кет! Мені, сен айтқан больница Габа. Ой, мынауын көрмейтін сияқты ғой. Өзіміз тез етейік. Балон іздеңдер. Иә, мен мына жақты қарайын. Апа, таптым! Осы ма? Иә, осы. Кеттік. Шыда, Габа, шыда. Ағай, бәрі жақсы болады. Сізді құтқарамыз. Айбар, бұлай тұр. Рахмет. Давай, Габа, демал. Дыши, Габа! Дыши! Апа, демалды! Братан! Ура! Братан, нормально ма, братан? Шүкір, Габа! Братан, нормально ма? Кереме? Үлгірген екесіңдер ғой, мен де мына балонды әрең таптым ғой. Әй, тупой! Газовый баллонды не істейсің? Мұнаны өртейсің бе? Ой, апа, қойыңыздар шол. Одан да барып, сіздерге ақшаны алайық. Иә, барайық. Жүр, көтір. Бәрекелді. Ауыр екен ата, я? Иә, ағаш. Жерде жатып сулана атты, содан ауыр тартқан ғой. Күләш, мынау саған. Гүл сыйламағалы көп болды саған. Енді мынау өмірді нерві шете бермесен, осы гүл сияқты құлпырып жүрсеңші.
Хамит, гүлді мына түнде қайдан алдың? Кладбищеден. Не? Ey koy deme. Külaş ne oldu? Vay külaşa. Niye laktırdın ha? Onda yıkkandın ben kazın. Gül berberi keregi yok. Кетші, басымды қатырмай. Kerегine кейін ала vermeysin mi? Үндемге. Мына газ болмаса қаты өлік болайын деп тұр екенбіз ғой, Еще маған ұрсасыңдар, ә? Менің басым деген қатты жұмыс істейді ғой. Құдай қаласа, балаларым мені осы санаторийден алып кетсін. Осы басымды пайдаланып, бизнес ашам. Санаторий демеш, қарттар үйі де. Қарттар үйі. Жоға, маған балаларым айтты ғой. Әке, мынау санаторий. Осында жатып демалыңыз деді. Енді бүкіл ақшасын төлеп, жағдайым жасап отырған солар ғой. Әй, нервыма тиме. Осында 2 жыл болды жатқанына, 1 рет келген жоқ. Не санаторий ол? Еще пенсиясын оларға жібереді. Ешкімге керек емеспіз. Бізді қарттар үйінен тек Құдай ғана алып кетеді. Құдай. Түсіндің бе? Түбі, мені балаларым алып кетеді осы жерден. Апа, мүмкін атаның балаларының жағдайы болмаған шығар. Бізді де Айман екеумізді мамамыз тастап кетті емес пе? Бірақ біз ол кісіні кінәламаймыз. Керісінше рахмет айтамыз. Бізге осындай өмір сыйлағанына. Так что, осы кезге де шүкір. Батыр аға, мамамды сағынып кеттім ғой. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама, саған тартқан оның күлгені, сенің арқаң шалқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін, мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші. Ешкімге сенуге болмайды. Біз бұны тірі қалсын деп жүгіріп құтқарып жүрсек, мұның істеп жүргені мынау. Ей, Габа, сен қалайша бізді тастап, ана ақшаны ұрлап кеткің келді, а? Ол деген жетім балалар менен ешкімі жоқ қарттардың ақшасы ғой.
Братан, мен сені үлгі аламын ба десем, сен істеп жүрген мынау. Маған срочно Америкаға кету керек. Ауруым белгілі болғаннан кейін. Әйелім үйді сатып ақшаны алып, қызымды алып қашып кетті. Қызымды сағынып күні-түні телефон соғам алмайды. Отклоняет. Шешесі сияқты жек көреді ғой деймін мен. Батыр, сен бізден көрші телефонымды. Бүгін дүкен қызына 55 рет звондапты ғой. Өмір бақи. Біреудің проблемасын шешіп, біреудің темасына барып жүріп, семьямды ұмытып, қызыма көңіл бөлмеппін. Енді мен ауыр болып қалған кезде басыма тиіп отыр. Дұрыста ойланып қарасам, жаныма жақын ешкім жоқ екен. Даже өліп қалсам да жерлейтін адам жоқ. Ендігі арманым, сол қызымды бір рет көріп кетсем, басқа ештеңе сұрамаймын. Сендердің ақшаларыңды алып әбестік жасадым. Кешіріңдер мені. Хамит, шеш қолын, кетсін қызына. Сен мына түріңменен қалаға жете аласың ба? Әй қайдам. Енді не істейміз? Күләш, мүмкін ертең қалаға дейін ала кетерміз. Жеткен соң бірден көзің құртсын. Рахмет. Ренжімеңдер. Рахмет. Ағай, не істеп тұрсыз? Ау, мен ба? Жай, сендерді күзетіп, ана бандиттер кеп қалмай ма деп. Сен не істеп жүрсің? Жай бір ой келіп ұйықтамадым. Қандай ой? Қараңызшы ағай, мысалы ағам екеумізді мамамыз тастап кеткен, ал анау атам мен әжені балалары тастап кеткен. Сізді әйеліңіз тастап кеткен. Сонда біз тастандылармыз ғой, я? Андайше Құдай бізді әдейі қосқан шығар. Семья болып бір-біріне қарасын деп, соны ойладым. Ал сіз қалай ойлайсыз, ағай? Мен ба? Солай ойлайм. Айман. Ағай, сіз бүгін бір ойлып бір тұрдыңыз ғой, мынау сіздің туған күніңізде жауып жатқаны ғой. Жесеңізші ағай, туған күніңізбен. Жесеңізші ағай.
андайше Құдай бізді әдейі қосқан шығар. Семья болып бір-біріне қарасын деп соны ойладым. Ал сіз қалай ойлайсыз, ағай? Апа, қараңыз. Я, жарайсың. Молодец. Дұрыс. Ата, апарайын ба? Қазір мен Жаңа жыл, жаңа жылда жаңа жыр. Аққаланың жанында билеп барлық бала жүр. Жарайсың қызым. Молодец. Әдем өлең екен. Молодец. Апа, осы неге аққалы үнемі жалғыз болады? Әлде оны да ата-анасы тастап кеткен ба? Ол всегда далада тоңып бір өзі болады ғой. Действительно, да? Аққала всегда жалғыз болады. Ол жайлы вообще ойламаппын. А давай мы былай істейміз. Аққалаға семья подарок етеміз. Бәріміз бірге. Давай. 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 Зор ғой? Ал мен басын жасайын. Жасайын. Сен жалғыз емессің, түсінетін жаныңды, ұғынатын мұңыңды, талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің, бөлісетін сырыңды, бағалайтын шыныңды, талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің. Міне, Айман, енді Аққаланың семьясы бар, жалғыз емес. Дерс қолшы кәдімгідей. Керемет. Ал неге Аққаланың семьясы бар, ал бізде жоқ? О, семьясы болғанда. Ертең көктемде араласпай кетеді бір-бірімен. Иә. Неге? Ериді ғой енді. Все, жүріңдер. Иә, көктемде еріп кетеді олар. Жүр. Жарайды, жылама, иә? Жүр. Шал, тоқтатшы машинаны. Біз бара алмаймыз акиматқа. Неге? Не болып қалды? Не болды? По идее, олар көз ғимараттарды сатып жатса, значит, это система арнайы құрылған. Әкім де курста процент алып отқан шығар даже. Кешегіден кейін саған енді қалай сенеміз еді? Ал сонда не істе дейсің бізге? Короче, былай істейміз. Мен госорганда істейтін бір досым бар. Соған барамыз. Сұраймыз. И он решит этот вопрос. Ал егер сенбесең, мә, пожалуйста, атып таста. Давай, решай. Жарайды. Все, давай. Саян, братан, қалай депутат болған? Да, нормально все. Все по-старому. Мы сейчас на стороне закона, сам понимаешь. Ну, вижу, братан. Ну и ты, смотрю, хорошо выглядишь. Да, это долгая история. Ну что там у тебя? Какие вопросы?
Ну, короче, одна тема нарисовалась. Надо им помочь. Кто они? Близкие люди. Саем, братан, это от меня. Там миллиард. 10% твои. 15. Ой, бля. Айшан, көзіңді ойып алу керек. Қалай шатастырып алдың? Мен қайдан білейін енді, қараңғы болды ғой. Дай ствол. Ты чё, Габа, блядь? Ко мне труп домой принес, что ли? Или кто-то послал тебя, да? А? Проверить их всех. Может, у них прослушка стоит. Да не, братан, это ошибка. Шал просто тупанул. Ахшабар просто басқа группта. Надо пойти и взять все. А ты чё, братан, магазинщик? Сейчас мы поедем туда. Если там денег нет, то я их нахуй всех закопаю. Ты понял? Все. Ну, а если есть, тогда уже не 15, а 30. 30 көп емес па, балам? Жап-жазың сен. Все, братан, договорились. Пойдем, братан. Поехали. Все. Да, держи. Володя бауырым, бізге ренжіме. Біраз жерді қыдырып қайттың ғой. Вот это другое дело. Тогда все. Габа, дай мне неделю, я решу этот вопрос. Неделя? Неделя это много, братан. Сейчас проверки везде. А ты хочешь, чтобы по документам все было чисто. Неделя это самый быстрый срок, Габа. Братан, мынау біз ала кетпей ма? Балам, красть деньги у сирот и престарелых это не по понятиям. Но если так произойдет, я отвечу перед всеми. Так что ждите. Все будет. Но не сразу. Бандит аға, бүгін нешінші күн? Я не бандит. Я депутат. Воскресенье сегодня. Ладно, поехали мы. Машину забирайте. Уходим. Ағай, воскресенье толағайшы, сіз уәде бердіңіз ғой? Ау? Толағай отбасылық жарышы, барлығым семья болып қатысамыз деген. Братан, последняя просьба и все. Вот. Отлично. Можешь помочь тебе? Не, братан. Большой рахмет саған. Ты уже мне помог. Дальше я сам. Рахмет. Я, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге Қазақстандағы ең ауқымды отбасылық бағдарлама Толағай. Дұрыс айтасың, Еркеш. Ендеше көрермендерімізді көп күттірмей, бүгінгі финалға қатысқалы жатқан топтарымызбен таныстырып өтейік. Кеттік. Бүгін бізде бірінші топ Сапаровтар командасы. Және де екінші топ ол Есенәлиевтер әулеті. Сәттілік. Үшінші болып бақ сынайтын бүгінгі финалда Төремұратовтар отбасы. Тамаша. Сондай-ақ достар, Толағайда бәрі де мүмкін. Сол себепті бүгін бізде финал ерекше өтетін болғандықтан бізге 4-ші топ қатысқалы жатыр, иә, Еркеш? Дұрыс айтасың, Алихан. Қараңдар, ана Толағайда жүрген Батыр мен Айман ғой.
Бауырым, мен сені түсінбедім. Мыналарға неге жаның ашық болды? Оданша өзіңе жаның ашымай ма? Өзің ауырып жүрсің, қараш. Емделу керек па? Болды. Нұрекеңнің таныстары бар шетелде. Сен мощный жігітсің ғой. Просто ақшаны бере салсаңшы бізге. Мен түсіндім мынаны. Бұл өмір бақи білгенін істеп, адамдарды қанап, надо будет өлтіріп. Енді өлер алдында періште болған түрі ғой. Ча, ана жаққа таза кеткің келіп жүрме, а? Періште. Сен не? Құдайды алдайын дедің бе? Алдай алмайсың. Сенің қандай екеніңді біледі ғой. Бәріміздің қандай екенімізді біледі. Тап-таза болып кете алмайсың, шанс жоқ. Бұлай ғой жігіттер. Бұл өмірде таза болып кету үшін бір ғана амал жетеді. Шын ниетпен жазсаң. Мүмкін мен солай ойлаймын. Мыналарға бірдеңе болатын болса, ақшаны жоқ деп есептей беріңдер. Мне-то что, я умираю. В натуре. Ақша керек болса, мен жүріңдер, мен берем. Ақша менде, жігіттер. Кеттім. Бүгін финал бітеді ғой, бұйырса. Ау? Бүгін финал бітеді ғой, деймін да, бұйырса. Аха. Ақшаны қайда тығу керек екен білесің, ә? Жігіттер, демаламай жатырмын, ауыстырып алайын, ә? Ауыстырып ал енді тез. Бош тез. Тек қана өліп қалмашы. Анда кислородный баллончикпен жүрген қиын шығар, ә? Құдай аясын сені. Аңғайлы кезде болады. Қандай кез ол? Мынандай. 2, 3, кетті! Бағындыралық өкпен, осы сәтте ең керегі оттегі. Өйткені сенің үнсіздігің ең қиын белгі. Одан да қинамай отқа шақ мені. Өйткені сенің көзіңдегі бейне мен емеспін бе, жоқпын ол жерде. Сенің жазған әңгімеңде соңына жетпей өлдім бе. Құлай беру, ол шайқаспай-ақ шегіңнің. Бәрге бір тағдырда таза жеңілу. Бұлай аяқталу, зара жарақатталу. Ешкімді аямайтын. Не деген
Пап, привет. Пап, қайдасың? Пап. Мама маған сізбен сөйлесуге рұқсат бермейді. Мен тағылып сізбен сөйлесіп жатырмын. Сізді қатты сағындым. 18-де толған кезімде мен сізге міндетті түрде барамын. Я вас люблю. Мама келе жатыр. Пока. Бүгін біздер үшін нағыз тарихи күн. Қазақстанда тұңғыш рет қарттар үйі мен балалар үйі бірігіп, бір мекемеде өмір сүретін боламыз. Біз бір-бірімізді толықтырып, нағыз отбасы боламыз. Бұл дегеніңіз бақытты үйі. Тағдырмен бақталасың, Құдайдың алдында ақталасың. Айта берейік, жақталады. Айтшы, ненмен мақтанасың. Мен өмірімнің астанасы, қасындағы дос қас болмас. Ұрлап ішкен тамақ ас болмас. Арам ойлы бас бізге бас болмас. Игілермен болсын сен көз қарасын, тасы жолын жүрсін, таза мал табасын. Ат үстінде отсаң ақша бассын, іздемесін нағыз бақытты табасын. Арамызда тек құпия қалмасын, өмір ақ барады сен қапасын. Шындық айтқан аузың жабылмасын, молда назар менің жан жолдасың. Мәнім махаббатта, қауіп суықтықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің сәні мәні махаббатта, қауіп суықтықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің білем сәні мәні махаббатта, қауіп суықтықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің сәні мәні махаббатта, қауіп суықтықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің білем сәні. Сыңғырлап сәби күлкісі, белес билетіп үлкендер үлгісі, сыйласып әлем бір-бірін құрметтеп, арманым сол ғана айтар